Армысыздар достар. Бүгін тағдыр тәлкегі әңгімесінің 3-ші бөлімін оқып бермекшімін. Білесіз, дәрі-дәрмегі күтімінің өзіне қаншама қаражат кететінін, бірақ пенсиямды бастапқыда түгел алатын едім. Бірақ міне, жылдан асып та кетті, қолымызға болар-болмас ақшасы ғана тиеді деп, соңғы сөзін айта алмай жылап жіберді. Сәния жанын қоярға жер таппай, бәйек болып ұшып қонып жүр. Біресе суға жүгіреді, біресе әлгі келіншектің жанына келеді. Айтпаса да түсінікті болар. Жағдайға жіті қанық болған Сәния бірер минут кідіре тұрыңыз деді де бөлмесіне кіріп кетті. Еш ойланбастан сейфтегі бір уыс ақшаны алды да бөлмеден шықты. Қалтасына салған күйі манағы әйелден кешірім сұрады. Әрі қазіргі жасайтын ісін ешкімнің білмеуін өтінді. Өйткені бір кісі естісе, қанша адамның есігіне жылап келерін байыптап болмас. Қалтасына қолын салып, ақшаны алды да әлгі келіншектің алақанына салып тұрып, бұл жайттардан мен бейхабармын, кешіріңіз бізді деп көзі жасаурап қалды. Ауру баласын жетектеген бейба ғана ақшаны санап көрген еді, тұп-тура 300 мың екен. Көздері шарасынан шығардай бақырайып қалды. Өзі мұндай көмекті күтпесе керекті. Алыңыз, алыңыз, бір кәдеңізге жарар, тек жаңағы өтінішім аяқ асты болмасыншы деді. Сараң бастық сымақтың әйеліне мың рахметін айтып, байқұс әйел қуанып шықты үйден. Ас сусыз қысылыңқырап отырған шиеттей бала-шағасына бір нәрсе алатын болдым деп қуанып барады. Күйеуі болса ішкілікке салынған біреу екен. Бала-шаға бақпақ түгілі солардың асына жармасатын. Отырған орнында тапжылмай қалды Сәния. Ішін бір әлдене ыза кернеп барады. Менің таңдаған жарым бұндай емес еді ғой, бұған не болды өзі деп миындағы сансыз сұраққа жауап таппай әлек. Өстіп отырғанда қалта телефоны шыр ете түсті. Қалың ойға берілген Сәния селт етіп барып есін жинады. Қараса, қоңырау шалып жатқан қаладағы екінші қызы екен. Мама, қалайсыздар? Мам, сізге бір әңгіме айтамын, тек сабырлы болыңыз, иә мам, деді. Ойбай-ай, не боп қалды? Ақшаң таусылды ма? Не мәселе, айтсаңшы енді. Мама, бар ғой, Саяның іші өзгеше болып өсіп келеді. Сұрасам, толғам ғой деп қоя салады, деп күдікке толы ойын жасырмады. Не дейді құрсын, қызым, мұнан сен ешкімге айтпа, мен таңертең ерте жолға шығамын, жақсы ма? Тек әпкеме менің баратынымды айтушы болма, тісіңнен шығарма, деді. Мақұлдау мен кіші қызы телефон тұтқасын қойды. Ойпырмай, не дейді құрсын, қызым, мұнан сен ешкімге айта көрме, деген күйінде қызына мақұлдау мен телефон тұтқасын қоя салды. Ойпырмай, бүгінгі күн не болды өзі, деп қызын одан әрман уайымдап кетті. Содан не керек, алып ұшып ертесіне жолға шықтым. Дәуренге қыздарымның жағдайын біліп қайтармын дегенмін. Ол да қарсы болмады. Жол қаржы деді. Қыздарыма беріп кетерсің деді. Қолыма крупный суммадағы ақшаны ұстатып, мені автобекетке әкеліп бетімнен сүйіп қоштасып тастап кетті. Алматыға дейін жедел апаратын көлікпен жөнеле кеттім. Жол бойы ойымдағы сұмдық рас болмас екен деп тілеумен келемін. Екі қызыма да айтпай, осыларға деп сатып алып берген пәтерімізге ескертусіз кіріп бардым. Бұл мезетте кеш қарайып, күн ұясына батуға қамданып жатыр екен. Екеуі де мені күтпесе керекті. Бірақ екінші қызым Жәнелім мені көріп мойныма асылып жатыр. Осы сәтті пайдаланып тұрған Сая дереу дәретханаға жүгіріп кіріп кетті. Көз ілеспес жылдамдықпен мейлі деп орныма жайғасып дастарханға отырдым. Жәнел асты үстіме түсіп бәйек болып шай қамдап жүр. Әйтеуір бір уақытта Сая қызым шығып амандасты. Өзінен өзі қипақтап әр нәрсенің басын бір шалуда. Қызым толықсып қалғандай ма, үстіне кеңдеу көйлек киіп алыпты. Жәнелге ымдап оңаша қалдыр дедім.
«Иә, қызым, сабағың қалай? Бәрі жақсы ма?» деп әңгімеге тарттым. Өтірік күліп, оны-мұны айтып жатыр ол да. «Жақсымын» дейді. «Бірақ қызымның сырын білемін ғой», қипақтап кетті. «Өзің толықсып кеткендейсің бе?» деп күле сөйледім. Әр нәрсені бір айтып, қалай сұрарымды білмей әлекпін. Расы керек, өзі не болғанын айтар деп күткен едім. Жоқ, бірақ қызым жақ ашпады. Жанымнан өте шығып, басқа бөлмеге кетпек болған қызыма «Ішіңді аш» дедім бірден. Бозарып қарап, естісе де естімегендей кейіп танытты. Қайтадан «Аш ішіңді» деп айқай салдым бұл жолы. Жыламсырап бастаған түріне қарамай, кофтасын жоғары көтеріп едім. О, Құдай, рас болғаны ма сонда? Ішін үлкен матамен қатты қысып, орап тартып қойыпты. «Не мынау? Не деймін саған?» Көзімнен жас парлап, «Берген тәрбием қайда қалды? Не болғаны сонда?» деп қасірет шектім. «Мама, мама» деп жылаған қызымның бетінен шапалақпен бір салдым. «Аш кәне ішіңді». Іштегі байламын шешіп жібергенім сол ішін сонша қысып тартып байлап алған. Ішінде қанталап, іздердің орны тұр екен. «Көреріңді көрмей көрге де кірмейсің» деген рас болды ма сонда? Құдай, менің не жазғаным барым? Айтшы, қызы барға күлмей жүрсем де жегенім таяқ болды ма? Байбалам салып ашуға булығып жылай бердім. Тура сол жерде қызымды сабап тастар едім, Жәнел келіп ажыратпағанда. Шыны керек, ашумен оған айтпаған сөзім қалмады. «Байсырап өлдің ба? Бесіктен белің шықпай жатып, қайғылығың бұл сенің. Сен ертеңіңді ойламадың ба? Өзіңді ойламасаң да мына бізді ойласаң нетті? Ана сіңіліңе берген тәрбиең осы болды ма сенің?» Сая еденде отырып бүк түсіп жылап отыр. «Ал, әкесі кім бұл баланың? Білемен мына түріңді? Айттың ба? Бала жасауды білгенде басқасын білмей қалып па? Кім әкесі?» деп жасымды сүртіп, «Болары болды, бояуы сіңді, әкесіне барып аласың деп айтамын сені» деп қызыма қарадым. Бұл сөзді естіп, ол одан әрмен жылайды, пода-подасы шығып. «Ал сөйле, аты кім ол баланың?» «Мама, білмеймін» деді мұрнының астынан міңгірлеп. Төбе шашым түк тұрып, қаным қара басыма шықты. «Не дейсің?» дедім нақтырақ сұрамақ болып. «Әкесін кім екенін білмеймін». Біткен жерім осы ма? Не болдым сонда? Берген тәрбием, сенген қызым қайда қалды? деп Саяға қатты нала болдым. Жанында отыра берсем, ұрып өлтіріп қоярмын деп далаға шықпақ болдым-ау. Соңғы ойым осы. Одан әргісін білмеймін. Бір уақта көзімді ашсам, төбемнен төніп екі қызым тұр. Жедел жәрдем келген екен. Уколдарын салып жатыр әйтеуір. «Болды, мынаны алып тасташы» деп ешкімді тыңдамай, олардың салған уколдарын жапа-тармағай алып тастадым. Бұл уақытта түннің бір уағы болған екен. Екі қызға оңаша қалдырыңдар дедім де, Жәнелдің WhatsApp желісіне «Әпкеңді көзіңнен таса қылма, бөлмелеріңнің есігін ашып жат» деп жазып жібердім. Баяғыда емізіп жүріп, түн ұйқым 4 бөлінгені жақсы еді-ау. Қазір шарасыз пенде болдым. Бір орында жатқаным болмаса, ойым сан сақта. Не істеймін, қалай болады енді деген жауапсыз сұрақтармен таңды атырыппын. Сенген қойым сен болсаң деген наладан туған сөз екен ғой. Үш құса болып, адам деген ренішін кімге айтарын білмей, ашуын кімнен аларын білмей күйінгенде айтқан сөз екен сөйтсем. Басқа түссе баспақшыл дейді ғой. Қанша жылап сықтасам да еш нәрсе орнына келмейді екен. Білесіз бе, айтсам күлерсіз, мені сөгерсіз, бірақ та мен мойынсындым. Мейлі, қызым оң жақта отырып от басыпты, енді шешімін табайын деп көндіксем. Сорақысы қызымның байға тимей жүкті болған емес, сорақысы қызымның кімнен жүкті екенін білмегенінде болып тұр ғой. Ішін ашып жүрегің ауырады. Қызыма қапа болсам да, сол сәт бәріне Дәуренді кінәладым. Содан не керек, қызыммен барып УЗИға түстік. Ішіндегі ұл бала. Тіпті
тіптен 6 айдан асып 7-ші айға аяқ басып жатыр екен. Баланы алдыруға тым кеш. Баланың жағдайы жақсы екен. Қызыма ішіңді енді байлама, өзіңе қара, мен бір шешімін табамын деп кеттім. Ішіңнен шыққан ала жылан болса да көнеді екенсің. Өз қолыңды өзің кесе алмайды да екенсің. Солай қыздарымның жанында бір жұма болдым. Саяның универіне барып, жылдық оқу ақысын төлеп, кураторына да сыйақымды беріп, емтихандарының уақытын айтарсыз тағы келермін деп ыңғайластырып кеттім. Жанел оқуына барып жүр. Азық-түліктерін реттеп, жақын күндері келетінімді айтып кеттім. Арада 2 апта уақыт өтті. Бұл уақытта біраз қипақтап жүрсем де, Дәуренге қызының жағдайын айттым. Амал жоқ, қанша тулап ашуланса да түбі көндікті. Зар еңіріп, онда да жылаған мен. Жұрттың ақысын жедің, қақысына кірдің. Оның өтеуін Құдай сенен емес, перзенттеріңнен сұрауда, қойсаңшы болды еді деп атылдым өзіне. Содан не керек? 2 аптадан соң жолдасым қыздарыма барамын деді. Әдеттегідей оларға айтпадық. Кенже ұлымызды ағайындардың үйіне аманаттап қалдырдық. Барды, көрді, бірақ қызына бір ауыз ұрыспады. Екеуін отырғызып қойып өсиетін айтты. Бұдан былай тура жолдан таймаңдар, не мәселе болса да бірінші бізге айтыңдар деп бар ақылын айтып кетті. Құдайдан жасыра алмаған нәрсені адамнан қалай жасырарсың? Дегенмен қызымыздың болашағын ойлап, мен Алматыға қоныс аудардым. Кенжемді де ала кеттім. Жолдасым болса ауылда жұмысына байланысты қалды. Бала асырап алдық дейін десек, қыздарымыз өскен, өтірік екені ашылып қалама дедік. Жан адамға жақ ашпай бір күнде көшіп кеттік. Құрметті көрермен, осы әңгіменің жалғасын күтіңіздер.